сонымен бұл сөздің басында былай жазылады. Міне, т әрпінен шатыстырмаңыз. Т әрпінің нүктесі үстінде, жағына жазып қоя салайын. Екі нүкте ол төбеде тұрған. Бұл т әрпі. Ал астында тұрған и әрпі. Сонымен мынау сөздің басында осылай жазылады. Ал енді сөздің ортасында былай алып келесіз. Алдыңғы әріпті, иә, ортасында ғой себебі. Сосын былай жалғайсыз. И мына жерге нүктені қоясыз. Осы жерге айдалған мына жаққа кетіп қалмасын. Бұл сөздің ортасында осылай жазылады. Ал сөздің соңында былай алдыңғы әріпті жалғап алып келесіз да, мына бастапқыда қалай тұрды, солай болып қалады. Былай жүргізіп жүресіз. Тағы бір рет көрсетейін. Былай алып келесіз и былай кетесіз. Енді өзіңіз жазып көріңіз, үйде өйткені жазуыңыз керек. Қазір жазып көрсетіңіз маған. Жанна. Ол екеуі қиын емес, ең үшінші қиын. Жоқ, нүктені айдалаға кетпесін, қасына түссін. Мынаны осылай бастадыңыз ғой осы жерден. И соның басында түссін. Қалай өтсін? Түсіндіре алдым ба, әкеңіз ручканы беріңіз маған. Нүкте мына жерде басында тұрсын. Басында. Түсіндім. Тағы бір рет жазыңыз. Тамаша. Жақсы. Сейчас еще один и все. Тамаша. Так, енді мынау да. Сөздің ортасында. Так. Дұрыс, жақсы. Енді ортасына да. Сол жерге қойыңыз. Қазір еще раз. И мына жаққа, бияққа. Ну, чуть-чуть. Мына жерге, и мына жерге тұрса. Хорошо, осы жерден басталады. Басталып осы жерден алады, и бияққа. Хорошо. Осы жерден. Самый тяжелый. Так. Алып келесіз. Бірден қолыңыз үйренбейді, конечно, бірақ уақыт өте тез үйреніп кетесіз. Тамаша, жақсы келесіз. Өте жақсы, өте жақсы. Все. И ортасына да? Иә, сол ортасына қойыңыз. Ну-ка, сейчас. Жақсы. Тамаша. Түсіндім. Бұл и әрпі. Енді қараңыз, оны оқыған кезде соответственно я деген, кәдімгі яблоко деген, я деген дыбысты береді. И, а, я. И, а, я. Вот мынау и әрпі және мына өзі и, екі и қосылғанда бұл ең кішкене созылмалы идің дыбысын береді. И деп оқисыз. Егер осылай келіп тұрса, и деп оқисыз. Ол бізде кейіннен кездесіп жатады. Ал мынау и мен у-дыңқы, енді ю демейсіз, ю. Ю. Қайталаймын. Я, и, ю. Тағы да бір рет. Я, и, ю. Тамаша. Енді өзіңіз оқып көріңіз. Ай, бірінші оқып берейін ба, өзіңіз көресіз ба? Давай өзім попробуем. И. Бірінші қараңыз. А, и. Я дұрыс. А, и, я. Иға тоқтап тұр, енді ай болып тоқтайсыз. Ай. А. Тамаша. Ай. Му. Му. Тамаша. Ай, му. Біріктіреміз. Ай, му. Келесі. Аз. Қата, қате. За. Тамаша. За, и. Тамаша. И. Ю. За, и. Ту. Жоқ. Зай, су. Бұл жерде біз сыны әлі өткен жоқпыз. Тағы да қате кетті. Мынау сияқты бұл әріп қате кетті. Мынау сын өткен жоқ. Маған мән бермеңіз. Үйде де бұны оқымаңыз. Хорошо. Енді мә, и. Тамаша. Ю. Нет, ту. Тамаша. Ну-ка еще раз. Давайте. Так. Мә. Мои. Ту. Тамаша. Мои ту. Ну, тяжело, вернее. Ага, дальше. Это будет ра. Мына әріптің үстінде тұр ғой, сонда ра болады мынау. Ра болады. Ра ю. Ра ю емес. Ра ю. Деген кішкене. Өйткені қараңыз, мынау алифтің үстінде сүкун тұр. Егер осы мимнің үстінде тұрса, мысалы рам ю болушы еді. Дұрыс па? Немесе ран ю болушы еді. Ал енді алифтің үстінде сүкун тұрғандықтан бұл деген дыбысты береді. Ра ю. Ну, кейіннен олай шығады, бірден әрине шықпайды сізде. Ра ю. Тамаша. Келесін. Рама, енді мұның үстінде тұр. Рама ю. Тамаша. Рама ю. Енді, так, мы қойдық. Мә. Бірінші я, и, а, я. Я, мә, ну, на. Стоп, қойда жерде сүкун. Тоқтай белгісі. Ну-ка. Я, мә, н. Біріктіріңіз енді? Яман. Тамаша. Яман. Енді, это мы қойда. Мәрі. Тамаша. Мәрі. И, ям. Тамаша. Біріктіріңіз енді.